Белгілі ақын Ақылбек Қожаұлы Шахметтің жаңа кітабы бірнеше бөлімнен тұрады. Оның пирамида деп аталуының өзіндік себебі бар. Жинақ «Үшбұрыш» деп аталатын бағдарламалық өлеңімен ашылады. Ол өлеңде ерлік, парыз, сенім, ар, махаббат, достық секілді мәңгі ұғымдар туралы айтылады. Ең көрікті, ең мықты, ең маңызды тұлғаларға жар арнауым парызды. Үшбұрыштың алар орны өмірде, ату шулы пирамида тәрізді. Егестерде қорғап қалған елімді, еңселеткен бетегелі белімді. Қасиетті үшбұрыш деп атар ем, ерлік парыз сенімді. Мұны бүгін мысық тілеу қаста ұқты, үнемі алға жетелейтін жастықты. Қасиетті үшбұрыш деп атар ем, ар махаббат достық.